Армысыздар неге каналын тамашалаушылар. Сіздер әрдайым лайк басып, комментарий жазып, ең бастысы подписаться батырмасын басып, тіркелсеңіздер қызықта, ғажайып әңгімелердің куәсі боласыздар. Бүгінгі әңгімеміз ескі сарайдағы жұмбақ кездесу деп аталады. Ендеше кеттік. Көптен күткен теңіздегі демалысым мен ойлағандай болмады. Қолайсыз ауа райында жолда қалып, еш жолым болмады. Дәл осы кезде найзағай жарқылдап, бұлттар да көкжиекті баса қоюланып, жаңбыр шелектеп төгіп берді. Тоқтап, баспана табуға жет болды. Дәл осы кезде мен ертегілерде кездесетін зәулім үйді байқадым. Әйтсе де, мен әлгі үй қожайындарының қонақ жайлылығынан үміттеніп, сол үйге жақындап, олардан баспана сұрауды ұйғардым. Ғимарат қараусыз қалған және іші әбден көгергендей көрінді маған. Ішке кірген бойда мені бір түрлі ызғар мен сұмдықтың боларын сезгендей сезім шарпыды. Неге екенін білмеймін, айналадағылардың бәрі тірі болып көрінді. Бұл қабырғаларда бұрыннан келе жатқан адамдардың сұлбалары әлде тұрған секілді. Мен бөлменің артындағы жасырын бөлмені зерттедім. Олардың әр қайсысы бос, әрі қараусыз болуы мені одан әрі таң қалдырды. Бөлмелердің бірінде мен ескі фотоальбомды кездестірдім. Фотосуреттерде бір кездері осында өмір сүрген бақытты отбасы бейнеленген. Бірақ мені таң қалдырғаны, барлық отбасы мүшелерінің арасынан мен өз бейнемді байқадым. Бұл мүмкін емес еді. Өйткені бұл жермен және оның тұрғындарымен мүлдем таныс емес едім ғой. Кенеттен мені біреу бақылап тұрғандай сезіндім. Артыма жалт бұрылдым. Бірақ бөлмеде ешкім болмады. Енді менің бойымды қорқыныш билей бастады. Не де болса, кетуге бел будым. Бірақ мен кірген есік із-түзсіз жоғалған. Міне, мен осылайша қараусыз қалған сарайда бір өзім қамалып қалдым. Және менің басқан әрбір қадамым үрейлі жаңғырыққа ұласқандай болды. Бірнеше сағат өтті. Мен әлі де осы үйді аралап, шығатын жол табуға тырысудамын. Бір кезде мен зәулім үйдің түкпірінен шыққан сыбырды естідім. Неге екенін қайдам, санамның түкпірі мен ол дауыстар фотосуреттердегі адамдардың сыбырлаған дауыстары екенін ұқтым. Олар менің құлағыма қатты қиналып, қайғырып, көмек сұрағанда естілді. Кенет қолыма ұстай шыққан альбомдағы фотосуреттерге көзім түсіп кеткені сол еді. Көз алдымда олардың суреттері, бейнелері өзгере бастады. Олардың бейнелері бұралаңдаған жол секілді бұратыла қарауытып бара жатты. Мен бұл елесті олардың тағдыры деп түсіндім. Олар да мен сияқты осы үйге кіріп қамалып қалған ба? Осылайша олар осы иесіз үйдің отбасы мүшелеріне айналғаны ғой. Мен әп-сәтте қорқыныш пен үмітсіздікке бой алдырдым. Мына қапастан шығу жолын іздеп, дәліздерді аралап, олай да, бұлай да үрейлене жүгірдім. Бірақ мен ашқан әрбір есік мені басқа бір шексіз, тұңғиық, бос орындарға апарды. Бейне бір ғимарат мені сыртқа жібергісі келмейтін сияқты. Тіпті осы сәтте ол иесіз үй тірі сияқты көрініп, одан әрі қорқынышым үдей берді. Ақырында өлермендікпен әрі қайтпас қайсарлығыммен мен ең жоғарғы қабаттағы бөлмеге жеттім. Ол бөлменің ортасында орындықта ұзын көйлек киген өте көрікті әйел отыр еді. Оның көздері қайғыға толы болды. Ол орнынан тұрып, маған баяу жақындап келеді. Мен әлгі әйелдің бұл үйдің құрбандарының бірінің рухы екенін түсіндім. Ол маған қолын созғаны сол еді. Мен есімде не бар, бәрін ұмыта бастағандай күй кештім. Мен көзімді ашқанда жол жиегінде тоқтап тұрған көліктің ішінде ояндым. Жаңбыр әлі де жауып тұр. Бірақ менің алдымда қарапайым, көзге көрінбейтін сарай тұрғанын көзім шалды. Ал мен өзімнің үстіме қарасам, киімім дымқыл, әрі лас екендігін байқадым. Бұл не нәрсе болды? Қиялыма немесе шынайы оқиға ма?
ол жағын әлі күнге ажырата алар емеспін. Дегенмен бұл сарай менің жадымда мәңгілік сұрақ белгісі бар сарай қалпында құпия күйде қалып қойды. Бірақ менің санамда енді мен ешқашан ескі әрі қараусыз қалған ғимараттарға кіруден тартынбаймын. Себебі біз онда бас сұқпасақ, ол жерде не күтіп тұрған және ол ғимараттар ішіне қандай құпияларды сақтап тұрғандығын ешқашан білмей өтеріміз анық. Осы оймен қарсы алдымда тұрған бос сарайға кіріп бара жаттым. Достар, әңгіме ұнаса лайк басып, ең бастысы подписаться етуді ұмытпайық.